6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Сарбазын баста жауларын жасқа, асыл боп туған арманы асқа, қаһарланса қаһарман таудың өзін қопарған, халқын бастап қашанда жеңістерге апарған. Қаһарланса қаһарман таудың өзін қопарған, халқын бастап қашанда жеңістерге апарған. Қаһарман. Әне көрінді, шабысын қараш арғымақ. Қанат бойлап алғандай, селдей зулауын қараш. Қаған, бәйгеден аққанат арғымағыңыз бірінші келді. Жүйрік ақ екен. Я, халықтың көңілінен шықса, ақ қанатымыз жүйрік ақ екен. Бәйгеден қай жүйрік бірінші келсе де, ол мына даланың киесі, желінің рухы, жайлауының жаны. Сондықтан ел ықыласына бөленсе, бұл жүйрік өздеріңе қызмет етсін. Қаған, көрші Дунху елінің патшалығы бізге елші жіберіпті. Кірсін. Армысыздар менің асыл достарым. Достығымызға кірбең түспесін. Екі ел бейбітте тату-тәтті тұрып жатыр. Бейбітшілікті қалап отырған ғұндардың өзі. Егер достығымыз жалғасын десе, патшамыз дала тайпаларына атайғылы болған ақ қанат арғымағын берсін дейді. Оны патшамыз Дунхудың өзі сұратып отыр. Бұл даланың киесі ақ қанатты беруге болмайды. Олардың шарттарын орындамасақ, достығымыз не болмақ? Олар жауға айналып, бізге қауіп төндіреді. Берейік арғымақты. Халқымыздың тыныштығы мен бейбітшілік үшін әлі де ойлануымыз керек. Біздің қалағанымыз соғыс емес қой. Сонда ақ қанатты көршімізге бермекпісіз? Олай жасағанша Дунху әскерімен соғысайық. Қаған, солтүстік шепке Дунхудың қалың қолы келіп тұр. Достық атты берік уәдені бұза қоймас. Айтарлар бар шығар. Бұл не суыт жүріс? Патшамыз, достығымыз тек бір ғана жылқы берумен жалғаспайды. Көшпенді ғұндар солтүстік шептегі қу тақыр бос жатқан жерді түгел сыйға берсін дейді. Атымды бердім, енді жер сұрайсыңдар. Қаған, жауғарасы көбейіп жатыр. Солтүстіктегі жер тіпті жайылымға да жарамайды. Бос жатыр, қылқан шөпті өспейді. Бере салсақ қайтеді. Арғымақ, даланың рухы, желге серік болар дедім. Қу тақыр болса да, жасыл жайлау, нулы тоғайлы болса да, дала көшпенінің лөпілдеп соққан жүрегі, өзгеге даламның бір қылқан шөбі де бұйырмайды. Мен достықты, бейбітшілікті қаладым. Аш көздік танытқан өздерің. Осы бір ұлан қайыр дала, бабамыздан аманатқа қалған өлке, мемлекетіміздің негізі. Сол өлкені өзгеге берейік деген мынау уәзірді алып кетіңдер, жазалансын. Қаған, кешіріңіз, мені босатыңыз. Мұн екеуін не істейін? Жібер, жеткізсін сөзімді.
Дүнху, еркіндікті ешқашан тақымдай алмайсың. Достыққа қастығың үшін сені далаңның өзі жазалайды. Жер үшін ел мүддесіне келгенде, қашанда басымыз осылай бірлікте қосылғай. Тәңірім жар болсын, еркіндікті тұсауға ешкімнің хақы жоқ. Себебі ол табиғат киесі, даланың рухы. Мөде біздің заманымыздан бұрын 209-174 жылдары өмір сүрген ғұн империясының билеушісі. Мөде құрып кеңейтіп қорғаған мемлекет тура 3 ғасырдан астам өмір сүрді. Кейінгі қағандар көшпенділерді Еуропаға дейін жеткізді. Ғұн Атилла Мөде бабасының асқақ арманын орындап, ешкімге ғұнды бодан қылмады. Қазақ ұлты осы көшпенді тайпалардың басты мұрагері. Асыл боп туған, арманы асқан, қаһарланса қаһарман, таудың өзін қопарған, халқын бастап қашанда жеңістерге апарған. Қаһарланса қаһарман, таудың өзін қопарған, халқын бастап қашанда жеңістерге апарған.